Енді үшінші топ бізде шығармашылық топ, линейный топ. Арасы дала шығып кетіп жатыр арасында топқа бөлінген балдардың жағдайы енді түсініп отырмын. Бізге берілген тақырып қазіргі қоғам құндылықтары. Енді оның ішінде біз репортаж жасауымыз керек. Сабағымыздың мақсаты 13-1-4. Яғни публицистикалық стиль керек, стильдік және жанрлық ерекшеліктерін ескере отырып, мақала, репортаж, сұхбат, ақпарат, информациялық хабар, очерк, памфлет жазу. Енді оның ішінде бізге берілген тапсырма репортаж болғандықтан біз кешегі жақында ғана болған Қостанай облысында орман өрті туралы алдық. Соны репортаж ретінде жасадық. Бірінші репортаждың құрылымын салып қойдық схемаға. Бірінші орын алған оқиға мен шара туралы хабарлауымыз керек. Оны былай хабарладық. Бүгін 2 қыркүйек күні сағат 13:30 шамасында Қостанай облысының орман алқабынан өрт шықты. Ары қарай енді нақты факт айтамыз. Өрт 43 мың гектар жерді шарпып, 4 елді мекенге тарады. Төтенше жағдай министрлігінің мәліметінше, өрт сөндіруге 224 техника, 4 ұшақ, 34 ұшақ, 5 өрт сөндіру пойызы, 2139 адам жұмылдырылған. Жергілікті тұрғындарды алаңдатқан жағдай аузы лық толы, жанар-жағар майға толы резервуарлардың сол алқапқа жақын болуы. Бірақ төтенше жағдай қызметкерлері бұл оқыс оқиғаның болмауына жол бермеді. Ары қарай енді детальді фактілерді ұсынамыз, детальді мәліметтерді. 100-ге жуық үй жанып кеткен өрт салдарынан 2000-нан астам адам қауіпсіз жерлерге көшірілді. Сабақтар түгел онлайн режимге ауыстырылды. Озерное ауылынан 250, Калинин ауылынан 228, Лесной ауылынан 363 адам эвакуацияланды. Енді оқиғаның әлеуметтік мәні мен маңызына келсек. Өрт оқиғасы көптеген шығын әкелді. Егін алқабы, бидайдың өртенуі елдің экономикасына зиян келтірді. Ауаның ластануы халық денсаулығына қатты әсер етті. Шаруашылыққа кедергі жасады. Ары қарай нақты оқиғаларды фактіні зерттеу, яғни соңғы мәліметтер аламыз. Шығыста өрт әлі өшкен жоқ. Тілсіз жаумен күрес Қатонқарағай мен Күршім ауданында қиынға соғып тұр. Өртті сөндіруге бірнеше мың адам, 100-ден техника жұмылдырылған. Соңғы мәлімет бойынша Зайсан мен Глубокое ауылында тілсіз жау оқшауланды. Дегенмен жекелеген аумақтар әлі бықсып жатыр. Соңғы аптада аптап ыстық ұйытқып соққан жел де өрттің өршуіне әсер етіп сөндіруге мұрша бермей жатыр. Тек жаппай жығылғанның нәтижесінде елді мекендер аман еді. Соңында енді осы өртке байланысты идеяларымыз. Осындай оқиғалардың қайталанбауы үшін орман шаруашылығы қызметкерлерінің санын арттыру, сақтық шараларын күшейту керек. Зардап шеккен халыққа бірінші кезекте көмектесу. Видеоның өзінің сипаттамасы бар, жаңа жазып қойдық, соған сізге жауап берілген. Толыққанды біз халыққа ақпарат өрт қалай болды, қашан болды, қалай өшірілді, барлығымыз естіп көре алдық. Фактімен нақты дәлелденген репортаж. Бұл репортаж деген хроника деп береді, 10 жас репортаж деп берген. Жақсы. Осы топтың жұмысын айтылып қой бағалап жүрсеңіз. Біріншіден жаңағы барлығы ұйымдаса отырып құрылымын сақтай отырып жазылғаны көрініп тұр. Маған соны не қылды. Әр жаңағы несін қойып құрылымын қойып, сөйтіп соған қарай жауап берілген. Мәліметтің барлығы беріліп тұр. Сол жан-жақта ашылған, толық қамтылған. Неден басталып, ең соңында ұсынысына дейін, неден аяқталатынына дейін құлағымыз қанықты. Жақсы, төрт қадам бойынша болған, ескерттер бойынша нақты ма?
стильдік жанр құрылымдық түрі сақталған, иә. Нақты деректер бар, иә. Өзіндік идеялар, өзіндік ұсыныстары бар. Орфографиялық, пунктуациялық қателері жоқ. Жоқ, иә. Рахмет, 10 балл деп қоямыз, иә? Бұл кісілерге шулаған жоқсыз, алмай ақ қоясыз. Biz kesmeyimiz onda. Biz 8 bal. Жақсы. Ya. Әңгіме келеді. Бірақ әңгіме мен оқалар арасындағы синтез шыққан. Маған әңгіме дегенде тыңдап қалу керек қой. Үңгіріші. Bir almayı da sen. Bir de tutarsan sonunda var. Жаққа болып көрінді деген сияқты. Еңбектендік қой. Иә? Негізі 9 бар. Негізі сіздің айтып жатқаныңыздың бәрі біздің қолымыздан келеді негізі. Негізі қолымыздан келеді. Просто бір жерде шамалы бір баяу қатты қиналып мен айттым. Тақырып болды, 6 класстан бастасам, қазақтың кейбіреулері бар. Соған байланысты Ахметтің өлеңі бар. Барлықтан баған кетті. Ахмет әулие Шымкент облысында, Созақ ауданында керемет жер бар да. Сол жөнінде жазына бармаған, бірақ интернет іздеттім. Мен өзім барғанмын. Сөйтіп, ана кісілер қар көп таң қалып та, үлкен ауыл сиятын ұңғыр астен. Ол енді адамның ойына не болған шығып Ахмет әулие. Сол әулие жаз деген кезде ол қиналып та, әңгіме жазып шықты. Жер астынан үлкен, айтқанда керемет қоныс. негізі әңгімені топпен жазған қиын-ау дедім мен. Әңгімені топпен жазған қиын екен. Жеке адам жазу керек екен негізі. Өйткені әрқайсымыздың ойымыз не болады да. Апайлардың жүрген есі ауылға болды. Әңгіме жазу оңай емес. Әңгіме жазу. Ашқат жазбайша шулап жазуға болады, иә? Апайларға елар. Үлкен бонус болмайықшы. Әңгіме жазу үшін топпен қиын екен ол. Бәрімізде ойымыз қосылып қалғанға бір Қазір сағат неше болды? 12 болып қалса, 12 қалды. 12 жарымда мен қайтып келемін. Оған дейін тамақтан әдемі болыңыздар. Эссе бастаймыз. Эссені жазып көрейік. Қалай жазылады? Мақұл ма, жазып көрейік. топпен бауы да топпен Бір бет